Абай қазақтың қайғысы мен қуанышын, үміті мен уайымын жүрегіне түйген данышпан еді. Ол артта сөз қалдырды: ұлтқа бағдар, адамға айна деген. Абайдың ақыл, қайрат, жүректі тең ұста дегені бүгінгі қоғамға да өте керек зат. Жақсы мен жаманды, әділдік пен зұлымдықты ажырата білу адам болудың белгісі. Ол өз заманын ғана емес, келешек ұрпақты да ойлады, бүгінді дәл болжады. Өлеңмен сана ашты, қара сөзбен жүрекке үңілді. Абай даналығы сен де жүрегіңе жол табады. Сен де ойланасың: мен кіммін, қай бағыттамын, өзімнен соң қандай із қалдырмақпын. Абай даналығы саған сұрақ қойып қана қойғызбайды, сені ізденуге, жаңаруға, шыныдан болуға жетелейді. Абай өткеннің емес, болашақтың шамшырағы. Егер жолыңнан адасып жүрсең, Абай сөзін оқы. Жаның тынышталады, көңілің көтеріледі.